Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз y тең ax квадрат плюс vx плюс с түріндегі квадраттық функция және оның графиктері мен қасиеттеріне тоқталатын боламыз. Жалпы мұндағы бұл функциядағы а нөлге тең емес, және а, в, с бізде қандай да бір сандарды береді. Енді кез келген y тең ax квадрат плюс vx плюс с квадраттық функциясын біз y тең a x минус m-нің квадраты плюс n түрінде жаза аламыз. Мұндағы m деп отырғанымыз минус v бөлінген 2a, n деп отырғанымыз минус v квадрат азайту 4асы бөлінген 4a. Осы түрге келтіру арқылы да біз квадраттық функцияның графигін салуымызға болады екен. Ал бұл функцияның графигін біз өткен сабақтарда салып үйренген болатынбыз. Енді y тең 2x квадрат минус 4x плюс 3 функциясын бірінші әдісі ол толық квадратты айыру арқылы салуға болады графикті. Екінші формула бойынша да есептеп табуға болады екен. Енді қараңыздар, бізде жалпы осы y тең a x минус m-нің квадраты плюс n функциясының графигін y тең ax квадрат параболасын 2 рет параллель жылжыту арқылы алуға болатынын білеміз. Жалпы бізде квадраттық функциямыз a-ның a коэффициентіне және d дискриминантқа байланысты мына түрде салынады. Яғни a 0-ден үлкен болатын болса, d да 0-ден үлкен болатын болса, біздің функциямыз абсцисса осінде 2 нүкте арқылы өтеді. Ал егер d 0-ге тең болатын болса, 1 нүкте арқылы өтеді. d 0-ден кіші болатын болса, абсцисса осіне ешқандай нүктемен қиылыспайды. Екінші жағдайда a 0-ден кіші, сондықтан да парабола тармақтары төмен қарай бағытталған. Мұнда да d 0-ден үлкен болатын болса, тармақ 2 нүкте арқылы өтеді абсцисса осінде. 0-ге тең болатын болса, 1 нүкте арқылы, 0-ден кіші болатын болса, ешқандай нүктеде қиылыспайды екен. Енді алгоритмді айтайық, яғни бұл функцияның графигін салу үшін бізге қандай алгоритм қолданылады? Ең алдымен m мен n-нің мәнін тауып аламыз. Немесе бұл жерде бізде параболаның төбелерінің координаталарын есептейміз, яғни x0 мен y0-ді тапсақ болады. Екінші, парабола төбесі арқылы ордината осіне параллель түзу симметрия осін жүргіземіз. Функция графигінің координаталы осьтермен қиылысу нүктесін табамыз. Оське қарағанда симметриялы қандай да бір 2 нүктені белгілейміз. Ол үшін ox осінен m 0-ге тең емес нүктесіне қарағанда симметриялы 2 нүктені алып, функцияның сәйкес мәндерін есептейміз. Белгіленген нүктелер арқылы біз параболаны саламыз. Енді мына сызба d 0-ден үлкен болған жағдайда абсцисса осімен 2 нүктеде қиылысады деді. Біріншісі a 0-ден кіші жағдай, екіншісі a 0-ден үлкен жағдай. Қарап отырсаңыздар, 2 нүктеде абсцисса осіне 2 нүктеде қиылысып тұр. d 0-ге тең болған жағдайда парабола абсцисса осімен 1 нүктеде қиылысады. Мына сызбасын көріп отырсыздар. Келесі бізде үшінші жағдай, d 0-ден кіші болғанда абсцисса осімен қиылыспайды екен. Енді сіздермен бірге бір нақты бір мысал қарастырып көрейік. Бір квадраттық функцияны жазайын. y тең x квадрат азайту 4x қосу 3 функциясының графигін салайық. Алгоритм бойынша жүрек. Бірінші не істейміз? x 0 нүктесін табамыз. Ол бізде минус v бөлінген 2a. x 0 нүктесі ол парабола төбесінің координаталары. Яғни бұл бізде абсцисса осі.
есептесек, v-ның өзінің минусы бар, және формулада минус бар, 2 тең 2 шығады екен. y0-ді табамын. Берілген функциядағы x-ның орнына 2-ні қойып шығамыз. Сонда 4 азайту 8 қосу 3 шығады. Бұл бізде минус 1-ге тең. Екінші, координаталар, яғни 2-де минус 1 екен. Осыны біз жазықтықта кескіндеп алайық, координаталы жазықтықта. Так. Түзуімізді сызайық. X өсі мен Y өсі. 2x2 дейді. Y минус 1. Қиылысқан жерім. Осы жер болады. Қиылысу нүктесі. Енді екінші біз осы нүктелерге қатысты, осы нүктесі арқылы ордината өзіне параллель x тең 2 түзуін жүргіземіз. X тең 2 түзуін жүргіземіз. Яғни ол түзу бізде былай салынады. Енді ары қарай функцияның нөлдерін табамыз. Үшінші, функцияның нөлдері дегеніміз осы берілген квадраттық функцияның 0-ге теңестіріп теңдеуді шешуіміз керек. X квадрат минус 4x плюс 3 тең 0. Сонда x-тің бірінші мәні 3, x-тің екінші мәні 1-ге тең болады екен. Так, мына x-тің бірінші мәні 1 мына жерде бізде, және 2, 3. Мына жер бізде x-тің екінші мәні. Енді қараңыздар, функцияның нөлдері, яғни 1-де 0 болады екен, және бізде 3-де 0 болады екен. Оларды координаталық жазықтықта белгіледік. Енді келесі қадамымыз біздің параболаның OY өсімен қиылысу нүктесін және параболаның симметрия өсіне қарағанда симметриялы нүктені, яғни ординатасы дәл сондай нүктені салуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Берілген функциядағы x-ның орнына 0-ді қоямыз. Берілген функциядағы x-ның орнына 0-ді қойып алатын болсақ, бізде y тең 3 шығады. Демек, 3 бізде 1, 2, 3 дейтін болсақ, 3 бізде мына жерде тұр екен. Осы 3 нүктеміз, яғни x 0 болған кезде y 3-ге тең болды. Тура осындай симметриялы өс енді бізде x 4 болған кезде белгіленеді. Неге? Өйткені мына жерде y 0 мен x 0 мен 2-ге дейін 2 бірлік кесінді болса, тура солай симметрия өсінен кейін де 2 бірлік кесінді жүруіміз керек. Яғни ол мына жерде белгіленеді. Енді осы біз берілген y-тің орнына да 0-ді қойған кезде бізде мынандай функция шығады ғой. Қараңыздар. X квадрат минус 4x тең 0. Сонда x минус 4 тең 0, x тең 4 болады. Міне, алып отқан 4-іміз осы. Енді осы нүктелерді біз қисық сызықпен қосқан кезде парабола шығатынын көреміз. Міне, параболамыз біздің осылай салынады екен. Міне, бүгінгі мысалымыз сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қасиеттерін қарап шығыңыздар. Параболаның квадраттық функцияның графигін салуды алгоритмін
тағы да бір көріп шығасыздар деген ойдамын. Рахмет, сау болыңыздар.